Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен мен Мөлдір. Бүгін біз сіздермен қарапайым үй жағдайындағы сүтті құс тортының оригинал рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен біз ыдысымызға жұмсақ бөлме температурасындағы сары майымызды салып аламыз. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды қосамыз. Оның үстіне сгущенкамызды құямыз. Сгущенкамыздың қою болғаны дұрыс. Неғұрлым қою болса, корждарымыз соғұрлым үлпілдек болып шығады. Енді осы 3 қоспамызды жақсылап миксерлеп аламыз. Жақсылап миксерлеп алғаннан кейін ұнымызға көпсіткішті қосып, екеуін араластырып, осы ұнымыздың барлығын жақсылап массамызға қосып, араластырып аламыз. Жақсылап біркелкі араласқаннан кейін біздің қамырымыз дайын болады. Яғни біздің қамырымыз осындай крем сияқты болып, жұмсақ болып шығады. Енді пергамент қағаздарын дайындауға кірісеміз. Оларды ыңғайлап кесіп аламыз. Формасы бірдей болып шығу үшін диаметрін өлшеп сызып алуға болады. Немесе мен сияқты пергамент қағазына форма арқылы ізін қалдырып аламыз. Барлық пергамент қағазға осылай істеп шығамыз. Дайын болған қағаздарымызға әрқайсысына 2,5 қасықтан қамырымыздан салып әдемілеп жайып шығамыз. Және бір шеттен барлығын асықпай пісіріп шығамыз. Әдемі болып қызарғанға дейін пісіреміз. Корждар өте жұқа жағылғаннан кейін өте тез піседі. Міне біздің корждарымыз толық пісіп болды. Енді біз кремін жасауға кірісеміз. Кремін дайындау үшін ең алдымен бізге кілегей 33% қажет, яғни сливки. Сливкиді миксермен жақсылап көпіртіп араластырып аламыз. Одан кейін сахарный пудрамыз бен творожный сырымызды қосып, бәрін бірге крем дайын болғанға дейін, қою әдемі крем шыққанға дейін жақсылап миксерлейтін боламыз. Міне осымен біздің креміміз дайын. Енді тортымызды жинаймыз. Әр коржымыздың үстіне 2-2,5 қасықтай кремнен салып, әдемілеп жайып, тортымызды жинап шығамыз.
Міне, креміміз жағып болдық. Енді тортымызды сәндеуге кірісеміз. Мен сәндеу үшін корждарымыздан артылып қалған корждарды блендерден жақсылап майдалап өткізіп, жан-жағына сеуіп шығамын. Тортты әрине өз қалауыңызда етіп әсемдесеңіз болады. Мен бұл жерде кішкене шоколад және бананды араластырып сәндедім. Өзіңіздің фантазияңызға байланысты әртүрлі клубника немесе басқа шоколад түрлерін қойып, немесе үйде болса жай ғана тек сол корж ұнтағын сеуіп қана жей берсеңіздер де болады. Міне осымен біздің молочная девочка, яғни сүтті қыз тортымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, өз ойларыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Сау болыңыздар.